Саламатсыздарбы балдар, әдебиеттік оқу пәні 78-ші сабақ. Бүгін сабағымыздың тақырыбы қоршаған орта, жазғы түрі. Бүгін сабақта өлеңдегі көркем сөздердің мағынасын түсінесің, көркем сөздерді қолданасың. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы дүниеден озды. Қазақ халқының ұлы ақыны Семей өңірінде туған, өлеңдер мен қара сөздер жазған. Бірінші тапсырма өлеңді түсініп оқы. Жазғы түрі. Жазғы түрі қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, ата-анадай елжірер күннің көзі. Түйе боздап, қой қоздап, қорада шу, көбелек пен құстар да сайда дуду. Гүлмен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұрандап ағады су. Масаты бұл жерде жұмсақ, тұқты жібек мата деген мағынаны білдіріп тұр. Екінші тапсырма өлеңде қандай жыл мезгілі суреттелген, ақын табиғаттағы өзгерістер туралы не дейді? Өлеңде көктем мезгілі айтылған. Ата-анадай елжірер күннің көзі, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, көбелек пен құстар да сайда дуду. Гүл мен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұраңдап ағады су. Суреттегі жыл мезгілін сипаттап айт, көркем сөздерді пайдалан. Түрлі түске боялады, көгерай шалғын, самал жел, қызу еңбек. Көктем, күн жерге шуағын шашып тұр, гүлдер шығып айнала түрлі түске боялған. Көгерай шалғын шөп өсіп тұр, далада самал жел есіп тұр, ауылда қызу еңбек. Кебең тіршілік жүріп жатыр. Төртінші тапсырма жазғы түрі өлеңіндегі ақын қолданған көркем сөздерді тап. Масатыдай құлпырар жердің жүзі, ата-анадай елжірер күннің көзі. Гүл мен ағаш майысып, сыбдыр қағып бұраңдап ағады су. Сәйкестендір. Күн жерге шуағын шашады. Ата-анадай елжірер күннің көзі. Көктемде жердің жүзі жібек матадай құлпырады. Масатыдай құлпырар жердің жүзі. Адамға тәніз қимыл. Қимыл іс-әрекеттер. Гүл мен ағаш майысып, бұраңдап ағады су. Үшінші тапсырмадағы сурет бойынша әңгімеңді толықтыр. Ақын сөздерін қолдан. Айналада көк шөп, гүл мен ағаш майысып өсіп тұр. Бұрандап тұп-тұнық мөлдір бұлақ ағып жатыр. Қой қоздап, сиыр мөңіреп, ауыл маңы жан жануар даусына толды. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымыз жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.